әсіресе Бердібек Соқпақбаев. Бердібек Соқпақбаев білеміз, өте танымал балалар жазушысы. Бердібек Соқпақбаевтың шығармалары өз заманында да танымал болды, оқылды, бүгінгі күнге дейін өзінің құндылығын жойған жоқ. Әсіресе менің атым Қожа хикаяты бізге 5-ші сыныптың оқулығында берілген. Ол хикаяттың негізінде түсірілген фильм бар, оны да білеміз, оны барлығымыз көрдік. Және осы фильм кезінде Францияда әлемдік киноаренада үлкен жүлдеге ие болған болатын. Сонымен қатар Бердібек Соқпақбаевтың осы кішкентай балаларға қатысты балалық шаққа саяхат, 16 жасар чемпион деген шығармалар да бар. Бұнда да сол адамның бала күніндегі өмірі, тарихы, ойы, қиялы суреттелетін шығармалар. Жалпы Бердібек Соқпақбаев Алматы облысы Нарынқол ауданының тумасы, балалар жазушысы, Жұлдыз, Балдырған деген журналдарда қызмет еткен кезінде менің атым Қожа шығармасының негізінде түсірілген фильм 1963 жылы жарыққа шықты. Жаңа мен айтып өткендей, Францияның Кан фестивалінде арнайы сыйлыққа ие болды. Қазіргі таңда бұл Кан фестивалі үлкен кәдімгі дәрежелі фестиваль ғой, ол заманда да сондай болды. Бұл фестивальден жүлдеге ие болу әлі күнге дейін қазақ фильмдерінің ілуде біреуіне ғана бұйырған дүние деп айта аламыз. Бердібек Соқпақбаев сонымен қатар драматург, яғни пьесаларды жазған. Олардың қатарында Бозтөбеде бір қыз бар және Әпенденің айласы деген шығармаларын айтуға болады. Сонымен қатар оның өте танымал Өлгендер қайтып келмейді деген романы бар. Дәл осы еңбектері Бердібек Соқпақбаевты өзі өлсе де шығармалары өлмейтін әйгілі жазушылардың қатарына енгізді. Біз бұл шығармалар туралы білуіміз қажет. Енді бізге берілген менің атым Қожа. Менің атым Қожаны біз бұрын да оқыған шығармыз, толық та оқыған шығармыз, жоқ дегенде фильмін көрген шығармыз. Бұл Қожа повесінің басты кейіпкері Қожа, шын аты Қожаберген. Оның анасы Миллат. Және мектепте оның жақсы көретін қызы бар еді, есімі Жанар. Жанарды да жақсы көретін, бірақ Қожаны жақсы көрмейтін, үнемі мазақ қылып жүретін бір кейіпкер бар еді, ол Жантас сыныптасы. Сұлтан деген досы бар, білесіңдер. Қаратай деген кейіпкер бар, ол оның анасына сөз салып жүретін жігіт, ер адам. Одан кейін Сәбира Майқанова, оның апайы, Оспанов, мектептегі Қожа жақсы көретін мұғалім, Ахметов, мектептің директоры, Анфиса Михайлова бар, орыс тілінің мұғалімі, және мектептің күзетшісі Сайбек қарт. Міне осы кейіпкерлер менің атым Қожа повесіндегі басты кейіпкерлердің қатарында, яғни негізгі оқиғалар осы кейіпкерлердің айналасында өрбіп жататын еді. Бұл кейіпкерлерді мен әдейі осылай жазып қойдым. Сіздерде дәптерге осылай міндетті түрде жазып үйреніңіздер. Яғни кез келген оқиғасы бар, кейіпкері бар көркем шығарманың міндетті түрде осылай дәптерге жазып отыру керек. Кейін ұмытып қалған кезде дәптерімізді ақтарып қана еске түсіріп алатындай. Енді менің атым Қожа повесін ең болмаса оқулықтағы нұсқасын оқи алдыңыздар ма? Қайталап, бұрын оқыған шығарсыңдар, оған күмәнім жоқ. Қайталап оқи алдық па, аяулым? Аяулым, оқи алдық па, оқымадық па? Мен қайталап оқыдым, апай. Жақсы. Қожаның жалпы повестің желісі бойынша мен тест аламын ғой сіздерден. Сол кезде тестке сұрақтарды енгіземін міндетті түрде. Бұл повест басталуы жалпы қалай басталатын еді? Ең басы Қожаның өзінің атын ұнатпауынан басталады.
өзінің атын атпайды, және Жапония елінде мысалы бала туылған кезде өзінің есін білгенге дейін оны ортаншым кенжем деп еркелетеді, және атын өзі таңдайды. Сондай болу керек емес пе деген өзінің есіміне деген жаңағы есімін ұнатпауынан осылай ойдан басталады. Жақсы. Дәл осы үзінді атымды айта бастасам ақ деп басталатын үзінді тестте келеді, қай шығармадан алынған деп. Сол кезде де біз оны бірден менің атым Қожадан алынғанын біліп отыруымыз керек. Жақсы. Шығарма осылай басталды. Шығармада ерекше есте қалатын қандай оқиғалар бар? Дек оқиғаларды былай санамалап айтсақ болады. Жанармен дойып ойнайтын жері, одан кейін сұлтанмен оқиғалары, досы сұлтанмен оқиғалары, ұстазының сөмкесіне бақа салып кетуі, одан кейін педсоветке келуі және Сайбек қартпен арасындағы диалогы, одан кейін қай сабаққа кешігіп келетін еді? Орыс тілі сабағына кешігіп келеді. Сол жерде Пушкиннің «Қысқы кеш» деген өлеңін жаттауға берген, соны жаттамай келеді сұлтанмен бірге жүріп. Жақсы. Дәл осы қысқы кешті жаттамай келгендігінен ол нашар баға алатын беді? Жоқ, себебі оның кезегі келген кезде қоңырау соғып кетеді жолға. Сөйтіп жолы болып кетеді, былайынша айтқанда. Анфиса Михайлова деген кейіпкер сол кезде көрінетін еді. Алтын адам деп. Алтын адам дейді, жақсы көреді. Дәл осы қысқы кеш өлеңі де тестте бір детальдық сұрақ ретінде келеді. Пушкиннің қысқы кеш өлеңін жаттамай келгендігін де біз еске сақтап алуымыз керек. Сұрақ түрінде келіп қалған кезде тауып алу үшін. Ал осы қожа туралы ең соңында бұл қожа негізінде адам болатын бала деп айтатын кім еді? Майқанова. Майқановадан қожа мұндай сөзді күтпеді, неге? Себебі екеуінің танысуының өзі келеңсіз оқиғадан басталады, және содан кейін Сабира Майқанова мені ұнатпайды деп қожа өзі солай ойлап жүреді. Үнемі Сабира Майқанова оны директорға көп апарған, тәртіпсіздігі үшін. Содан кейін ол мені ұнатпайды деген оймен жүреді. Жақсы. Ең соңында қожаның өзіне өзі петкеңес жасайтын тұсы бар, Дәл сол тұсында да қожа қалай? Екі түрлі кейіпкердің атынан сөйлейді өзіне өзі. Яғни біреуі тентек сотқар қожа болса, екіншісі дұрыс жолға түсіп жатқан қожа. Бұл фильмде де өте жақсы көрсетіледі, және кітапта да әсерлі жазылған. Дәл осы тұсында да қожаның монологтарынан үзінділер тестте сұрақ түрінде келеді. Сол тұстарында назар аударып оқып алу керек, егер тестті тапсырайын деп отырсақ. Жақсы. Жалпы менің атым Қожа қиын шығарма емес. 5-ші сыныпта беріліп тұрғаннан кейін ол түсінікті, оқуға да, ұғынуға да, есте сақтауға да жеңіл шығарма екендігі. Ары қарай жүре берейік. Бүгін мен бірнеше пікірлерді айтқым келіп тұр, яғни бұл пікірлерде маңызды және тестте бізге келуі мүмкін. Бүгінгі өткен Ахмет Байтұрсынұлына қатысты Міржақып Дулатұлының мынандай пікірі бар. Ахмет Байтұрсынұлының өлеңдері өзінің сыртқы қарапайымдылығы, ішкі мазмұны, жеңілдігі және біркелкілігі жағынан қазақ әдебиетінде бірінші орын алады. Ахмет Байтұрсынұлының арқасында санасыз түрде болмаса да, шын мәнінде орыстана және татарлана бастаған қазақ зиялыларының бір тобы дереу есін жиып, өз ағаттықтарын түсіне бастады дейді. Яғни Ахмет Байтұрсынұлына дәл осындай жоғары баға берген Міржақып Дулатұлы болды. Бұл пікірді еске сақтап, және оның авторын да еске сақтап аламыз. Ахметтің өлеңін әдебиеттегі ақындардың ішінен бірінші орынға қояды, және Ахмет орыстанып және татарланып бара жатқан қазақ зиялыларының бір тобын дереу есін жиғызды деген пікір айтады. Бұл дегеніміз не? Яғни тілдері орыстанып, тілдері татарланып, шұбарланып бара жатқан зиялыларды таза өзіміздің қазақ тілінде сөйлеуге, қазақ тілінде жазуға алып келген Ахмет деген ой ғой. Осы ойды айтқан Міржақып Дулатұлы екен. Еске сақтаймыз. Ал енді Ахмет Байтұрсынұлының өзінің әйгілі сөзі бар. Бізде тіліміз бүлінбей сақталуын тілесек, өзгелерше әуелі өз тілімізбен оқытып, онан соң басқаша оқытуға тиіспіз.
бұл Ахмет Байтұрсынұлының сөзі бүгінгі күнге дейін өзектілігін жоймай келе жатқан сөздердің қатарында, өйткені әлі де бізде тіліміздің шала болып кетуі, орыстанып кетуі деген қауіп сейілген жоқ. Сондықтан да бізде бүгіннің өзінде мына оқыту мәселесінде сөйлей қалатын болсақ, міндетті түрде Ахметтің осы сөзін тілге тиек етіп жатамыз, иә. Біз де тіліміз білінбей сақталуын тілесек, өзгелерше әуелі өз тілімізбен оқытып, онан соң басқаша оқытуға тиіспіз. Яғни біз бірінші сыныптан бастап орыс тілін, ағылшын тілін балаларға оқытуымыздың қажеті жоқ, олар бастауышта тек қана қазақша оқысын деп дабыл қағып жүрген қазіргі мына өзекті деген проблема Ахметтің заманында да болған, және оның шешімін Ахмет Байтұрсынұлы бізге осылай ұсынып кеткен екен. Осы сөз тестте сұрақ түрінде келеді. Автор сұралады. Авторы Ахмет екенін еске сақтап аламыз. Үшінші, бұл сөз қатты маңызды емес. Міне мынау Қожаның мына монологынан үзінді. Ең соңындағы мөп-мөлдір мына ғажап дүние, ұш самға деп қолтығынан қанат бітіретін арман нысанасына қарай алып ұшатын тәрізді. Лаула, лаула жігер оты самға қиял құсы, асығатыным да, аңсайтыным да ертеңгі болашағым. Дәл осы монологтан үзінді тестте сұрақ болып келеді. Қай шығармадан алынған немесе кімнің сөзі деген формада. Сонда бұның авторы Қожа, Бердібек Соқпақбаев менің атым Қожа шығармасынан алынған үзінді екенін білуіміз керек. Бір қарағанда біз енді 5-ші сыныпта оқып отырмыз, ертең 11-ші сыныптың әдебиетін бітіргенге дейін біз өте көп көркем шығармаларды оқимыз. Солардың ішінен біз қай шығарма еді, қай кейіпкер еді деп шатастырып отырмас үшін қазірден ерекше еске сақтап жаттап алуымыз керек. Ұш самға, лаула, жігер оты, самға қиял құсы, аңсайтыным, асығатыным ертеңгі болашағым деп осыншама керемет қалай ішкі толғанысқа түсіп отырған бұл Қожа екенін біз еске сақтап аламыз. Егер де бұған мән бермей өтетін болсақ, тестте келіп қалған кезде бұл Қожа деп мүлдем ойламауымыз мүмкін. Бұны біз бір керемет драмалық шығармалардың бір сондай кейіпкері деп іздеп кетуіміз мүмкін. Жоқ, бұл Қожа, менің атым Қожадағы Қожа, оның соңғы жағындағы айтатын монологы. Қайталап айтып отырмын, еске сақтап аламыз міндетті түрде. Енді бүгінгі өткен тақырыптарға байланысты біз қандай әдеби теориялық ұғымдарымен таныс болуымыз керек? Ол мысал деген жанр, мысал жанр туралы білеміз. Яғни автор өзінің айтқысы келген ойын тура айтпай, жаңағы белгілі бір жан-жануарлардың кейпінде немесе егіннің бастары сияқты диқаншының немесе егіншінің немесе егіс даласындағы өсіп тұрған өсімдіктердің кейпінде әйтеуір белгілі бір мысалдар арқылы ойын жеткізу, бұл мысал жанры деп аталады. Қазақ әдебиетінде осы мысал жанрында ерекше еңбек еткен осы Ахмет Байтұрсынұлы 40 мысалды аударып кетті, және Абайдың да мысал жанрында жазылған шығармасы бар еді, әйгілі Шегіртке мен құмырсқа деген. Аллегория, біз бұл туралы айттық, хайуанаттар, құстар образы арқылы адами қасиеттерді көрсету. Одан кейін хикаят, повесть, бұл жаңағы менің атым Қожа шығармасының жанры. Ол повесть, роман емес, әңгіме емес, ол повесть, орта көлемді эпикалық жанр. Яғни романнан кіші, әңгімеден үлкен прозалық туынды. Мұндай сұрақтар да болады тестте. Көркем шығарманың қандай жанрда жазылғандығын сұрайтын, сол кезде білуіміз керек. Төртінші әдеби теориялық ұғым бұл автор бейнесі. Көркем шығармадағы жазушының өз тұлғасын көру қалпы, бұл да менің атым Қожаға байланысты, яғни Қожаның негізгі прототипі Бердібек Соқпақбаевтың өзі деп айтады көп жерлерде. Сонда, яғни осы шығармадан Қожаны көріп отырып, біз автордың өзінің бейнесін көре аламыз деген сөз. Әдеби теориялық ұғымдарды да біз дәптерге міндетті түрде жазып аламыз, қайсысы жоқ, және жаттап аламыз. Енді бүгін мен сіздермен ауызша мынандай тесттер шешкім келді, өткен тақырыптар бойынша. Қазір тез Арай және Аяулым екеуіңіз ғой бүгін сабақта, қалған оқушылар онлайн көріп аламыз деді. Алма-кезек мына тесттердің жауабын ауызша айтып көрейік. Біріншісі егіннің бастары. Келесі. Автор Ахмет Байтұрсынұлы.
автор әке мен бала диалогында қандай тұжырым жасайды? Тәкаппар болмау. Жақсы. Егіннің бастары мысал өлеңіндегі кейіпкерлер. Әкесі мен баласы. Бұнда бір-ақ жауап, бірнеше жауаптық болса да. Ахмет Байтұрсынұлының өлеңдері. Егіннің бастары, адамдық диқаншысы. Жақсы. Мына өлеңнің авторы? Ахмет Байтұрсынұлы адамдық диқаншысы. Адамдық диқаншысынан алынған. Адамдық диқаншысы өлеңдегі басты көтерілген мәселе? Қазақ елінің көзін ашу. Жақсы. Көлі жоқ, көгалы жоқ деген сөздер арқылы не айтпақ болды? Басыбайлы қоғам отар ел. Елдігінен жадынан айырылған қоғам. Жақсы, осы екі жауапты қабылдаймыз, Адамдық диқаншысы қырға шықтым, көлі жоқ, көгалы жоқ, құрға шықтым. Өлеңді жалғастыр. Келесі екі тармағы қандай деген сөз ғой? Жоқ, мына бір тармағы ғана берілген екен, дұрыс жауапты. Тұқымын адамдықтың шаштың жұртпын деген ба? Сол ғана. Ары қарай. Адамдық диқаншысы кім еді? Ахмет Байтұрсынұлы. Қожа әңгімесінің кейіпкерлері? Сайбек қарт. Депті мұнда повесть негізі. Сайбек қарт. Сайбек қарт, Сұлтан, Майқанова. Қожаның анасы? Милат. Азан шақырып қойған аты кім? Қожа берген. Бұның жауабы жаңа айттық, Майқанова. Майқанова. Жақсы.